Сәлем қыздар, бүгін сіздермен корейский хэй салатын жасайтын боламыз. Менде судак балығы, оның терісini осылай алып тастаймыз. Кішкене мұздатып алсаңыздар оңайлау болады алып тастау. Менде мұздатуға уақыт болған жоқ. Сосын кішкене қиындау болды алып тастау. Осылай тазалап, бәр терісін алып тастайтын боламыз. Енді етіні майдалап турап аламыз. Қатты үлкен болып кетпесін турағандарыңызда, өйткені оны уксуспен араластырғанда таза пісу үшін майдалап турау қажет. Оған 70% уксустан бір қасық тола салдым. Жақсылап араластырып, жарты сағат, 1 сағатқа бетін ығыздап жауып қойып қоямыз. Оның суы шығу керек. Міне бізде суы шықты. Оны төгіп тастаймыз, бізге керегі жоқ. Пиязды тураймыз майдалап. Қиярды, кинзаны турап алатын боламыз. Қияр көп қажеті жоқ, мен біреу ғана турадым. Кинзаны майдалап тураймыз. Сосын сарымсақты, мен сарымсақ шығаратыннан шығарып алдым. Пышақпен де турасаңыздар болады. Тұз салдым, аздап шекер салдым, кинзадан салдым. Сосын корейский тұз болады, ями деген, содан қостым. Енді майымызды жақсылап қыздырып, оған ашты бұрышпен, ашты емес қызыл бұрыштан салып қызартып аламыз. Бәрін салып, үстіне соядан 2 қасық саламыз. Бәрін жақсылап араластырып, тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Бәрі тұздары сіңіп, әдемі болып шығады. Өте дәмді болады, дайындап көріңіздер.